Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, қадірлі депутаттар, өткенде 19 қарашада елбасы осы жалпы сот жүйесіне мәселелерін қарады. Сонда жалпы бүкіл сот жүйесінің жұмысын екіге бөлді деп айтуға болады. Сонда қай бөліктер десеңіздер, бір жағы ол соттарға келушілер, қатысушылар, соларға жағдай жасау жағынан. Екінші жағы сот актілері, ол шешімдер, судьялар қабылдайтын үкімдер, солардың сапасы. Ал енді бірінші бөлік бойынша жалпы оң баға берілді. Расында да беделді халықаралық ұйымдардың пікірінше Қазақстанда келушілерге, соттарға, қатысушыларға өте қолайлы жағдай жасалған. Мысалы, біздің соттарымыз өте қолжетімді. Көп шығынсыз, көп бюрократиясыз дереу сотқа жүгінуге болады. Сосын біздің соттар істерді тез қарайды. Дамыған елдермен салыстырғанда. Мысалы, осыдан 3-4 жыл бұрын күрделі істер бойынша соңғы нүкте қойғанша 2,5 жыл уақыт өтетін болса, қазір максимум 1 жылдың ішінде нүкте қойылып жатыр. Сосын біздің соттарда жаңағы мамандардың, эксперттердің айтуынша шетелдің IT деген жақсы енгізілген. Мысалы, арыздардың 90%-ы қазір тікелей интернетпен сотқа түседі. Содан кейін сотқа бармай-ақ смартфон арқылы қатысуға болады. Сондай айта берсе жасалып жатқан жұмыстар көп. Мысалы, былтыр біз біраз соттарда 60-қа жуық соттарда фронт офис дегенді аштық. Сосын түнгі соттар, отбасылық соттар, әрбір соттарда қазір татуластырушы судья арнайы отыр. Сондай жұмыс жақсы жүргізіліп жатыр. Ал енді осыған дәлел дүниежүзілік рейтинг бойынша Қазақстан соттарда жағдай жасау жағынан дүниежүзінде 4-ші орынға көтерілді. Ал енді біздің алдымызда тек Корея, Норвегия, Сингапур. Ал енді бұл ненің арқасында, қандай жұмыстың нәтижесі десеңіздер, бұл ең алдымен 100 нақты қадамның тікелей жемісі деп қабылдау керек. Ал енді сол 19 қарашада елбасы әрине бұл бөлікке оң баға беріп, айтты, осы жұмысты жалғастыра беріңіздер. Бірақ біздің халқымызға, біздің азаматтарымызға ең керегі, ең маңыздысы ол жасалып жатқан жағдай емес. Ол IT емес. Ол керек десеңіздер, рейтингтер емес. Азаматтарымызға керегі, ең керегі. Ол сотқа деген үлкен сенім. Сол бізге жетіспей жатыр. Ал енді сенім қай жағдайда болады? Әрбір судьяның шешімі мен үкімі заңды және негізді болса, әр адам сол шешімді, үкімді оқығаннан кейін, мынау судья неге осындай шешімге келді, соның логикасын түсінсе, сосын барып судья өзінің шешімін, үкімін оқып бергеннен кейін, жариялап бергеннен кейін, соны жеңіл тілмен түсіндіріп берсе, соны жеткізе білсе. Сосын әр адам өзінің әрбір уәжіне сол соттың шешімінде, үкімінде өзінің жауабын тапса. Сосын әрине, егер осындай болатын болса жұмыс, әр адам соттың шешіміне, үкіміне көбісі келісіп, жоғары жаққа арыздарын жаудыра бермейді. Сондықтан осы мәселені айтып, елбасы сот жүйесінің алдында үлкен 3 міндетті қойды. Ол қандай міндеттер? Ең алдымен біз қажетті стимулдар жасап, сот жүйесіне ең мықты заңгерлерді тартуымыз керек. Өкінішке орай, бүгін мықты заңгерлер судья болғысы келмейді. Өйткені олар бар, біздің қиыншылығымызды біледі. Жүктеме көп екендігін біледі. Әлеуметтік жағынан қорғалуымыз төмен екенін біледі. Сосын екінші мәселе, елбасының қойған бізге алдымызға міндет, мынау соттарды дауы жоқ істерден босатып, мынау күрделі істерге жұмылдыру. Сосын үшінші қойған міндет, ол мынау біздің процесті, сот процесін артық бюрократиядан тазартып, сосын оны тиімді, оны түсінікті, оны
қолайлы қылып ету. Енді осы 3 бағыт бойынша біз сол тиісті мүдделі органдармен бірге 11 шақты заң жобасын қазір дайындадық. Ал енді бүгінгі келіп отырған сіздердің алдарыңызға ұсынып отырған 2 заң, бұл сол елбасының қойған бірінші міндетіне қатысты, яғни кадр мәселесіне арналып отыр. Ал енді сот жүйесінің тірегі де, жүрегі де ол судья. Ал мен жаңа айттым, ұмтылмайды, жақсы, мықты мамандар, мықты заңгерлер судья болғысы келмейді. Сондық, мысалы мен айтайын, қазір біздің сотта қаралатын істердің 85%-і ол азаматтық дауларға қатысты. Оның ішінде әсіресе қазір өте шағымдардың көбісі мемлекеттік органдардың шешіміне. Ал енді оларды шешу үшін сол саланы жақсы білетін мамандар керек, майын ішкен мамандар керек. Мысалы, монополияға қарсы, зияткерлік меншікке қатысты, салыққа қатысты, кеденге қатысты, экологияға қатысты, айта берсе салалар көп. Ал енді сол саладағы мамандарға сот жүйесі қазір мұқтаж, бірақ олар келмейді. Өйткені олардың карьерасы қалыптасқан, олар деген 40-тың төңірегіндегі азаматтар, олар келемін десе, олар облыс сотқа келуі мүмкін, облыстық соттарға. Бірақ облыс соттарға олар неге келмейді? Өйткені облыс сотқа бару үшін ол ауданнан өту керек 5 жыл. Ол аудандық деңгейге 40-тан асқан заңгер ол бармайды. Сондықтан бұл заң арқылы біз осы талапты алып тастап, жалпы апелляция сатысына облыстық соттарға 15 жыл заңгерлік стажы бар мамандарға жол ашып, оларға конкурсқа қатысуға сондай жағдай жасап отырмыз. Ал енді жоғары сот судьялары, олардың міндеті одан да қиын. Қаржыға қатысты, экономикаға қатысты, сондай күрделі істерді қарайды бір жағынан. Екінші жағынан, соттарды, құқық қорғау органдарды, соларды бағыттайтын нормативтік қаулыларды дайындап, соны жоғары соттың судьялары қабылдау керек. Оны қабылдау үшін, оны әзірлеу үшін өте жоғары деңгей керек. Ал енді шетелде қалай шешеді бұл мәселелерді? Шетелде саусақпен санарлық әр мемлекетте өзінің мамандары бар, ғалымдары бар. Соларды тікелей жоғары сотқа алуға мүмкіндігі бар. Бізде ондай мүмкіндік жоқ. Ол мысалы жоғары сотқа бару үшін ол ауданда жұмыс істеу керек, 5 жыл кемінде, сосын облыс сотта істеу керек. Сондай талаптар көп. Сондықтан біз жақсы нормативтік қаулыны жазатын өте деңгейлі нелерді жаңағы мамандарды, ғалымдарды біз тарта алмаймыз. Сондықтан бұл да сондай кедергіні алып тастауды біз ұсынып отырмыз. Бірақ мұндай нелерді, үміткерлерді, мұндай кандидаттарды елбасының өзі тікелей сенатқа ұсынатын болады. Келесі өзгеріс. Соттардың басшылары, олар төрағалар, алқа төрағалары, солардың қызметі 2 реттен аспау керек деген талапты қойып отырмыз. Бүгінгі күні олар 5 жылға тағайындалады, бірақ оның шектеуі жоқ. Сондықтан біз 2 мәрте 5 жылдан тағайындалса, бір деңгейде сол жеткілікті деп есептеп отырмыз. Мысалы, тағы да айтайын, облыс соттың алқа басшылары. Қазір облыс соттың алқа басшыларын тағайындау үшін жоғары сот төрағасының ұсынысы керек. Біздің ойымызша мұндай ықпал қажет емес. Әрбіреуі өзін соған лайықты десе, конкурске қатысып, сонда жалпы алқа төрағалары мықты, сондай лайықты алқа төрағаларын таңдауға біз мүмкіндік аламыз. Ал енді екінші заң жобасына келетін болсақ, 3 жыл бұрын кадрге қатысты сұрақтар жоғары соттан жоғары сот кеңесіне беріле бастады. Оған себеп болған тағы да айтайын, 100 нақты қадам. Ал енді бұл жолы біз жоғары соттан 2 үлкен күрделі комиссияны, ол сот жюриі, сонымен қатар кадрлар резерв жөнінде, соны біз жоғары сот кеңесіне беріп отырмыз. Жалпы түбінде жоғары сот ол кассациялық инстанция болып қалса, барлық кадрлық мәселе ол жоғары сот кеңесінің құзыретіне өту керек. Жоғарғы сот кеңесі кадрға жауапты болғандықтан жыл сайын
ұлттық баяндаманы дайындау міндетін жүктеуді ұсындық. Бұл ресми түрдегі есеп президентке беріліп, баспасөз арқылы көпшілікке таратылмақ. Мен сіздерге мынандай бір мысал келтірейін. Бұрын жыл сайын орта есеппен судьялыққа 150 адам қабылданатын. Былтыр біз 29 адам қабылдаппыз. 5 есе аз. Неге? Өйткені жоғары сот кеңесімен бірігіп, мынау таңдау технологияларын жаңа әдістерді енгізіп, HR компаниялардың сөйтіп біз талапты күшейттік. Сонда, мысалы, қандай десеңіздер, біріншіден психологиялық тестілеу. Сол арқылы үміткердің шын ниетін байқаймыз. Ол сот жүйесін неге таңдады? Көздеген мақсаты қандай деген сияқты. Сосын екіншіден, заңдар бойынша компьютерлік тестілеу. Ол бұрын жоғары сот кеңесінің өзінде өткізілетін еді. Қазір бұл тестілеу мемлекет қызмет жөніндегі агенттікте жасалатын болды. Сосын үшіншіден, мысалы, бір тақырыпқа эссе жазу. Бұл ең күрделі мәселе. Біздің көп судьяларымыз сауатты жаза алмайды. Өйткені оны университетте жаңағы оқу орындарында да үйретпейді, қалай жазу керегін. Сосын барып, судья болғанда бұл жағынан да ешкім оны тексермейді. Ал негізгі құралы, ол әрине сауатты жазу, соны сауатты түсіндіріп беру анау сотқа қатысушыларға. Сондықтан үміткер заңды білгеннен бөлек жаза білуі, оны түсіндіре білуі тиіс. Төртіншіден, ситуациялық тапсырмаларды шешу. Кандидат заң нормаларын практикада қолдана ала ма, жоқ па, соны бағалаймыз. Бұл да өте маңызды қасиет. Бесіншіден, комиссия мүшелері кандидатпен әңгімелесіп, оның судьялыққа қабілетін байқайтын болады. Әрбір кандидатты, әрбір үміткерді ол 7-8 судьямен бүгін қызметтегі солардың интервьюінен өтеді. Талап күшейтілгеннен кейін, қазір кандидаттардың бұрын әрбір 4-ші кандидат үміткер судья болып кетіп жатса бұрын, қазір 3%. Осындай жаңа іріктеу тәртібін заң арқылы енгізсек, онда судьялыққа тек білімділер мен біліктілер өтетін болады деп санаймыз. Кездейсоқ адамдарға тосқауыл құрамыз. Бұл жүйе жаңа кадрлерге қатысты. Әрине сіздерде сұрақтар туы мүмкін, ал бүгінгі судьялар, бүгін жұмыс істеп жүрген судьяларға қандай талап қоямыз деген сұрақ туып жатады. Кез келген компанияда құқық қорғау органы болсын, егер қызметкер өзінің жұмысын дұрыс атқармаса, оны не істейді? Оны бірден жұмыстан шығарып жібереді. Ал сот жүйесінде олай емес. Бізде жұмыстан босату ол күрделі, ол көп сатылы процедура. Сондықтан судьялардың деңгейін бағалайтын арнайы жүйе құрмақпыз. Бұл ОESR елдері қолданылатын әдіс. Ол осы заңмен сот сапасы жөніндегі үлкен комиссия құрылмақ. Осы заңды қолдасаңыздар, ертең біз үлкен сондай комиссия құрамыз. Сол комиссияның міндеті сол жұмыс істеп жүрген судьялардың деңгейін тексеру, соған баға беру. Сосын оларда мынандай не болады, құқық болады, жоғары сот кеңесінің алдында, егер деңгейі төмен болып жатса, сол судья жөнінде мәселені көтеруге. Ал енді жобаның екінші бөлігі сот академиясына қатысты. Қазір академияға бітірген соң көбісі судьялыққа барғысы жоқ. 2 жыл оқиды мемлекеттің есебінен, жақсы стипендияны алады бұрынғы өзінің жұмыс орнынан, бірақ соны бітіргеннен кейін судья болғысы келмейді. Мысалы, өткен жылы академияны 62 магистрант бітірді, соның тек судья болғаны 4-ақ, 6,5%. Сонда 2 жыл уақыт, оған бөлген қаражат, стажировка, бәрі тектен-текке кетті деген сөз. Сондықтан ұсынысымыз, академияны бітіргендер судьялыққа өтпесе, онда конкурссыз сот аппаратына немесе судьялардың көмекшісі ретінде алуға жол ашсақ. Сонда бұл кадрлар өзімізде қалып, тәжірибе жинап, келешекте судья болуға өзін дайындайтын болады. Құрметті депутаттар, осыдан 4 ай бұрын кеңес
Еуропа кеңесінің жанындағы Венеция комиссиясы деген бар. Сол комиссия арнайы отырысында қарап, осы екі заңын жобасын өздерінің оң қорытындысын берді. Ол қорытындыда мынау біздің енгізіп жатқан жаңалықтар мынау европалық стандартқа сәйкестігін растады. Құрметті депутаттар, ал енді біз жалпы өзіміздің мақсатымызды, түпкі мақсатымызды жақсы білеміз. Ол әрине халық сеніміне ие болу. Ол үшін елбасымыз көрсетіп берген айқын өзіміздің бағыт та бар, нақты жоспар да бар, үлкен сенім де бар. Сондықтан сіздерді осы екі маңызды заң жобаларын қолдауларыңызды сұраймын. Жақсы. Рахмет. Мына екі заң жобасы бойынша толығымен ақпарат бізге бердіңіз. Жақып Қажыманұлына сұрақтарыңыз бар ма? Сенатор Бақтиярұлы сізге сөз беріп отырмын. Рахмет, құрметті төраға. Мен реформалық мазмұны бар заң жобасын қолдай отырып, Жақып Қажыманұлы, мына мәселеге сіздің пікіріңізді беріп отыр. Мына біздің елімізде мемлекеттік баждың соттардағы мөлшер құны өте төмен. Мысалы, көшірме соттасаңыз 1200 теңге төлейсіз. Ажырасу 720 теңге. Мемлекеттік органдардың және олардың лауазымды адамдардың жеке тұлғалардың құқықтарына қысым жасайтын заңсыз әрекеттеріне 950 теңге төлейсіз. Ал әлемнің дамыған мемлекеттерінде соттасу көп шығынды қажет етеді. Мысалы, Англияда төменгі сотқа талап етудің ең төменгі алымы 17 000 теңге. Округтік апелляциялық сотта 68 460 теңге, жоғарғы сотта 117 360 теңге, Франция мен Германияда 15 000, Ресейде 10 000 теңге. Осыған байланысты сұрақ. Өте ұсақ-түйек сотқа дейін шешілетін мәселелердің сотқа келуін азайту мақсатында мемлекеттік баждың соттардағы мөлшерлемелерін көтеруге жоғарғы соттың төрағасы ретінде пікіріңізді білгім келеді. Рахмет. Рахмет сұрағыңызға. Мен бірнеше цифрды айтайын. Мысалы, осыдан 3 жыл бұрын, 16 жылы соттардың қараған істері мен материалдарының саны 1,7 миллион болған. 16 жылы. 17 жылы 2,7 миллион. Былтыр өсім 68% болды. 4,5 миллион іс пен материал соттар қарапты. Бұл салмақтың барлығы бірінші сатыдағы судьялардың мойнына ілінеді. Ал енді қаңтар айы өткен январьда 2 есе көп 18 жылмен салыстырғанда. Егер ештеңе істемесек, биыл соттардың қарайтын істерінің саны 9 миллионға жетуі мүмкін. Сосын бүгінгі күні 16% бос, өйткені вакансия неге? Өйткені біз айттық, жаңа талаптарды күшейттік. Сондықтан оңай судья болу қазір қиын. Сондықтан сіздің айтып отқан сұрағыңызбен мен келісем. Мұның бір себебі жаңа айтып отқан мемлекеттік, мысалы, мен жаңа айттым, біздің қаралатын істердің 85% ол азаматтық даулар. Оның 85% сол азаматтық даулардың, сол мемлекеттік баждың құны 5000 теңгеден аспайды. Жаңа өзіңіз айттыңыз, ажырасу бізде 722 теңге тұрады деп. Беларусьта теңгеге шаққанда 13 000 теңге, Украинада 19 000 теңге. Сосын көршімен жаңағы участке талассаңыз 1203 теңге. Әрине, көбісі осындай мемлекеттік баж өте арзан болғандықтан, олар татуласудың, бітісудің, келісудің жолын іздемейді. Олар медиаторға бармайды. Өйткені ол медиатор қымбат болуы мүмкін. Сондықтан олар тікелей сотқа барғанды жөн көреді. Сондықтан бұл мәселе де көтерілді. Жаңағы мен баяндамамда айттым, 19-ында жан-жақты бүкіл проблемалар қаралғанда, осы бойынша да тапсырма берілді. Бірақ енді мен қалай болатынын қазір айта алмаймын. Бірақ біздің бір міндетіміз бар. Мүдделі органдармен қазір келіссөздер жүргізіліп жатыр. Бірақ наурыздың 20 күніне дейін біз тиісті заң жобасын мәжіліске енгізуіміз керек. Менің ойымша бұл мәселеде ол шешілу керек. Әрине, ондай бір өте көп көтеруге ондай бір мақсат жоқ, дегенмен тиісінше болу керек. Кемінде медиаторлардың қызметінің құнынан кем болмау керек деп есептейміз. Рахмет. Жақсы, келесі сұрақ сенатор Еңсегенов қояды. Рахмет. Құрметті Жақып Қажыманұлы. Сот төрелігін жүргізу кезінде судьялардың тәуелсіздігі,
Ол тәуелсіздікке қол сұққан адамдардың жауапкершілігі туралы Конституциядан бастап заңдардың барлығында көрсетілген. Анық, түсінікті жағдай. Бірақ бүгінгі күні осы соттың тәуелсіздігін толық қамтамасыз ету үлкен бір мәселеге айналып отыр. Тәуелділіктің түрі көп. Оның ішінде ең көп тарағаны және анықтауда қиын белгілі болса да, бұл жоғарғы сот инстанциясына тәуелділік. Қазір судьялардың арасында кең тараған жоғарғы сот инстанциясына өз ойымен барып, төрағаның шешіммен шығарсын деген сөздің астарында үлкен мәселе жатыр. Қаралып отырған заң белгілі деңгейде осыны шешуге бағытталған ғой, бірақ жалпы осының түбегейлі шешу жолдары қалай деп ойлайсыз? Бірінші сұрақ. Екінші сұрағым, жақында Егемен Қазақстан газетінде шаңырақ шайқалмасын десең деген жақсы мақала шықты. Бұл мақалада 2018 жылы елімізде 150 мың неке құрылса, сол жылы 2018 жылы 54 мың некенің бұзылғаны жазылған. Осы маңызды әлеуметтік мәселені шешуге жоғарғы сот белсене араласқаны көрсетілген. Сіздің ұйғарымыңызбен мынау Астана қаласында өткен жылдың аяғында отбасылық сот жұмыс жасай бастапты. Міне осы 3 айдың ішінде 230 некені бұзу туралы істің қараған соттың жұмысының нәтижесінде 42% жартысына жуығы неке сақталды дейді. Бұл жақсы көрсеткіш. Енді осындай істерді жақсылықты жалғастыру үшін кадр керек, штат бірлігі керек. Сіздің ойыңызша біздің елімізге судьялардың саны қанша болу керек? Жалпы осыны анықтайтын бұл ғылыми негіз бар ма? Рахмет. Мен екінші сұрағыңыздан бастайын. Мен жаңағы штат керек па, қосымша судьялар керек емес па? Менің жеке өзімнің пікірім, қажеттілігі жоқ. Өйткені мен жаңа айттым, бізде бүгінгі күні вакансия көп. Бізге ең қазір басты мақсат, жаңағы елбасы тапсырғандай, жақсы стимулдар жасап, ондай стимулдарды елбасының шешімімен жасалып жатыр. Әлеуметтік жағынан қорғалуымыз осы 1 қаңтардан бастап көп шаралар қазір қабылданды. Бізге қосымша заңгер емес, бізге жаңағы стимулдар жасап, біз мықты судьяларды, мықты заңгерлерді өзіміздің жүйемізге тартуымыз керек. Сол үшін осы мен жаңа айттым өзім баяндамамда. Біз егер жақсы мамандарды, көп нәрсе адамға байланысты. Қандай адам судья ретінде, қандай адамды біз қабылдадық, оның деңгейіне, оның біліктілігіне, ол жалпы білімді болуға, біліктілігі жоғары болуға ұмтыла ма, ұмтылмай ма? Соған байланысты. Оның жаңағы еңбекқорлығына байланысты. Сондықтан мен жаңа айтып отырмын, жоғары сот кеңесімен бірге біз осындай технологияларды енгізіп жатырмыз. Үлкен үміт бар. Өйткені министрліктерде, ұлттық компанияларда, сосын жеке үлкен компанияларда, сосын тіпті парламентте, сенатта да өте мықты заңгерлер көп. Олар лайықты судья болуға, бірақ олар қазір бармайды. Неге? Өйткені мен айттым, шектеулер көп. Олар осындай деңгейден ауданға бару керек. Ал біз қазір оларға жол ашып отырмыз. Әрине, оның да өзінің процедуралары бар, конкурс бар. Соның барлығынан өтіп, өзінің деңгейін дәлелдесе. Ал анау жаңағы неге келетін болсақ, отбасылық сотқа. Мен толық сізбен келісем, оны біз жақын арада президент жанындағы ұлттық әйелдер жөніндегі ұлттық комиссияның отырысында қараймыз деген сондай бір жоспарымыз бар. Ол біз пилоттық режимде жасап жатырмыз. Тек Астанада емес, бірнеше қалаларда, бірнеше облыстық орталықтарда ол өзінің жақсы нәтижесін беруге. Мен сіздерге бір мысал айтайын. Қазір мысалы 81 сотта біз мынандай бір фигураны енгіздік. Ол әрине пилоттық режимде судья татуластырушы деген. Ал Астана экономикалық сотында сол бір судья, мысалы бір компания талап арыз береді, сол 5 күннің ішінде сол талап арыз бір судьяның өндірісіне түсу керек. Ал сол 5 күнді пайдаланып, бір судья отырып, екі тарапты бір мәмілеге келістіруге, сөйтіп сөйлеседі. Сонда осы жұмыс арқылы қанша 73% талап арыз бойынша сол арыз бергендер өздерінің арыздарын кері қайтарып алды. Сондықтан жалпы татуластырудың, келістірудің өте үлкен потенциалы бар, бірақ оны біз
тиімді пайдаланбаймыз, біз бәрін айтамыз, сіздің құқыңыз бар сотқа баруға деп, бүкіл жұрт сотқа барады, ал сот деген енді ешкімнің несін аямайды, ол деген ашық ресми түрдегі процесс, сондықтан бұл бағытты біз дамытатын боламыз. Ал бірінші сұрағыңызға келетін болсаңыз, тәуелсіздік жөнінде. Мынау екі заң да нағыз осыған бағытталған заңдар. Сіз енді заңгер ретінде оның бәрін жақсы білесіз. Сосын барып бүгінгі күні мен айтып отырмын, жаңағы кадр мәселесі жоғары соттан жоғары сот кеңесіне беріп отырмыз. Бірақ бұл процесс бүгін басталып отқан жоқ. Ол 16-шы жылы басталды. Біз соны жалғастырып жатырмыз. Жалпы түбі бүкіл кадрлық мәселе жоғары сотқа кеңесіне өтіп, ал жоғары соттың өзі ол кассациялық инстанция қалуы соған түбінде солай болады деп біз санаймыз. Рахмет. Сенатор Әкімов, сізге сөз беру. Рахмет, Қасым-Жомарт Кемелұлы. Құрметті Жақып Қажыманұлы, менің сұрағым сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі заңының 29 бабына енгізіліп отырған өзгерістер мен толықтыруға байланысты. Судья лауазымына конкурсқа қатысар алдында 3 жылдың ішінде сот тәртібі мен әкімшілік жаза қолданылған, өзіне қатысты соттың айыптау үкімі шығарылған адам судья болмайды делінген. Яғни көрсетілген мәселелер бойынша 3 жылдық мерзім өткен жағдайда аталған тұлғалардың конкурсқа қатысуға судья болған мүмкіндік бар деп түсінуге болады. Аталған жағдай осы баптың бірінші тармағында қойылып отырған жоғарғы моральдық адамгершілік қасиеттер мен мінсіз беделі бар Қазақстан Республикасының азаматы судья болып тағайындалады деген талаптар қаншалықты сәйкес келеді? Рахмет. Рахмет. Енді судья боламын деген үміткерлерге бірнеше талаптары бар. Ол енді тек судьяларға қатысты конституциялық заңда ғана емес, сонымен қатар басқа да заң. Атап айтсақ, мемлекеттік қызмет туралы заңда. Сондықтан бізде ол мемлекеттік қызмет туралы заңды біз басшылыққа бүгінгі күні басшылыққа алып отырмыз. Сондықтан үміткерлерге екі заңды біз қолданып отырмыз. Сондықтан іс жүзінде біз мемлекеттік қызмет туралы заңнан сол талаптарды біз судьяларға қатысты конституциялық заңға көшіріп отырмыз. Бұл практикалық тұрғыдан ештеңені өзгертпейді, тек екі заңның арасында қайшы болмайды. Сондықтан менің ойымша ол өте дұрыс нәрсе. Ал енді неге мұндай талаптар? Ол жалпы тек судьяларға емес, бүкіл мемлекеттік қызметші болам деген азаматтарға қойылатын талап. Рахмет. Сенатор Назарбаева, пожалуйста. Уважаемый Жақып Қажыманович, в мой адрес и, я уверена, в адрес моих коллег поступает очень много жалоб от наших граждан на судебную систему. И в значительной части жалобы на то, что суд принял решение, несмотря на то, что не было у следственных органов достаточной доказательной базы. То есть не было фактов того, что это произошло. А судебные решения принимаются в значительной степени на основе показаний физических лиц. 1, 2 или 3 человек. И этого достаточно для того, чтобы вынести приговор и надолго человека упрятать в тюрьму. Вот объясните нам, пожалуйста, какая здесь процедура, и видите ли вы здесь пробелы в законодательстве, и что нужно сделать для того, чтобы эту ситуацию исправить? 2 вопроса. Первый вопрос относительно следственных судей. У нас эти суды, следственные суды, заработали в конце августа. Можно считать с сентября месяца. И вот статистика какая. У нас, если посмотреть статистику, очень идет существенное сокращение санкций и по содержанию под стражей, и по домашним арестам, и по санкции на аресты имущества и так далее. Но это не заслуга судей. Это в целом
политика гуманизации уголовного законодательства, потому что правоохранительные органы, в том числе и в лице прокуратуры, меньше стали просить суды о даче санкций. И в то же время есть другая статистика, что сегодня, после создания следственных судов, стало гораздо сложнее получать такие санкции. Если сейчас я просто статистику не помню, но если раньше отказов было, допустим, где-то в районе там 5%, то эти цифры сейчас в несколько раз увеличились. То есть следственные судьи стали больше отказывать. Конечно, я не говорю, что там у них все идеально, но этот институт, следственные суды, они созданы буквально недавно. Еще очень многое нам нужно сделать для того, чтобы их работа стала гораздо более эффективным. Что касается обвинительного уклона судов, это самая большая тема, она тянется из истории Советского Союза. Но я что хочу сказать, что обнадеживает? Это тренд. Хороший тренд пошел. Вот я вам еще раз приведу 3 цифры. Вот в прошлом году вынесено порядка 30 тысяч приговоров. Точнее, 28 тысяч приговоров. В среднем каждый год вот в районе 30 тысяч. Так вот, если там среди этих приговоров есть уголовные дела, по которым никаких сомнений нет, они очевидные, все записано, все ни обвинения, ни защита, между ними никаких разногласий нет. Это какие преступления? Это проступки, которые не влекут судимости. Это очевидные уголовные дела, по которым, я еще раз говорю, что все очевидно, никто не возражает, на камеру все записано, все есть. Вот если убрать вот эти все дела очевидные, по которым никто не возражает, то у нас получается, вот 7-й год, 17-й год, число оправданных 1,4%. 1,4%. 17-й год. Первое полугодие 2018 года 2,5% оправданных. Второе полугодие 2018 года 5,5%. 1,4, 2,5, 5,5. Но это тоже еще не все. Я думаю, что это хороший тренд, потому что это заставит правоохранительные органы работать более качественно и в правовом поле. Теперь, что касается нашего мнения. Сейчас разрабатывается Генеральной прокуратурой проект внесения поправок УПК. Мы тоже со своей стороны вносим несколько предложений, в том числе учитывающие вот как раз снижение обвинительного уклона со стороны судов. Почему суды зачастую принимают стороны следствия и в то же время не слышат сторону защиты? Потому что одна из причин, веских причин, потому что когда дело попадает в судье, судья читает это дело, и у него формируется уже мнение, у него формируется парадигма. Он уже не может выйти из этого впечатления. И на него перешли эмоции следствия. Поэтому ему скучно, и он не очень хочет слушать сторону защиты. Поэтому одно из наших предложений, чтобы сторона обвинения представляла не уголовное дело сразу, а обвинительный акт наравне с актом защиты со стороны защиты. И вот на основе состязательного процесса каждая сторона, и обвинение, и защита, должны доказывать свою правоту. К сожалению, пока этого нет. Многие правоохранительные органы возражают, но я думаю, что мы все равно по этому пути пойдем. Мы не говорим сразу по сложным делам, мы говорим, давайте начнем с проступков, с преступлений небольшой тяжести. Это одна из причин. Вторая причина, что признать доказательством. Сегодня доказательство это или не доказательство решают органы следствия и дознания. Мы считаем, что это больше прав у обвинения. Поэтому доказательство это или не доказательство все-таки, наверное, должен решать суд, а не органы следствия. Вот такое предложение мы тоже вносим в прокуратуру. И есть еще одно существенное наше предложение, чтобы любые дела, любые санкции поступали в суд только через прокуратуру. Это общемировая практика, чтобы оперативные и следственные службы напрямую не обращались в судебные органы. Спасибо. У вас еще вопрос, да, пожалуйста. Вот не так давно ко мне тоже поступила жалоба от нашего гражданина.
Речь идет, скажем, об административном деле, об экономических там нарушениях, идет проверка там на одном из СВХ. Вот, и мера пресечения сразу заключение под стражу. И они ходят, добиваются, чтобы это был, там, не знаю, домашний арест или под залог. Но практически эти вопросы очень редко решаются. И так как они не могут у вас добиться справедливости, вот они пишут письма во все инстанции, в том числе приходят и к нам. Вот что вы по этому поводу думаете? Дарья Александровна, вот законодательство? У нас сегодня работает прием граждан. Раньше в месяц принимали 4 дня. Сегодня 22 рабочих дня, 22 рабочих дня по 2 судей принимают каждый день. Можно через электронную запись записаться. В том числе и я каждый месяц принимаю, и председатели коллегии. То есть проблем с доступом нет. Конечно, мы не можем каждый день, я, например, как председатель Верховного суда принимать, но у меня тоже определенные дни есть, и туда можно записываться через вот этот наш сайт. Теперь, а что касается экономического правонарушения, я не знаю, это надо разбираться по конкретному делу, но в целом я хочу сказать, что за последние 5 лет число заключенных, а туда включаются и те, кто содержится под стражей на период следствия. Так вот, по этому показателю Казахстан с 31-го места, нехорошего места, сейчас сегодня занимает 82-е место, поднялся. То есть у нас тюремное население очень стремительно падает. Это связано, конечно, с тем, что у нас снижается уровень тяжких и особо тяжких преступлений. Убийств. Вот я вам приведу пример. В 80-х, самых лучших годах советского периода, в 80-х годах, на каждые 100 тысяч казахстанцев приходилось 10 умышленных убийств. В 80-х годах. Я не говорю про 90-е. Сегодня 5 убийств на 100 тысяч казахстанцев. Но сегодня все открыто. Раньше никто об этом не писал. Сегодня одно убийство вся страна обсуждает, это хорошо, но поэтому впечатление, как будто преступность захлестывает. На самом деле тяжкие, особо тяжкие, особенно преступления против личности, тяжкие телесные повреждения, они снижаются. Поэтому и снижается число осуждаемых к лишению свободы. В советское время 60% подсудимых осуждались к лишению свободы. Сегодня 24%. Поэтому, в их число относятся и те, кто содержится под стражей, берутся под стражу на период следствия. Поэтому, вопросов очень много, мы готовы. Вот недавно к нам приходили представители Мажилиса после нашего доклада этого законопроекта. Поэтому мы готовы презентовать все наши проекты и обсудить все наши болевые проблемы и наши планы. Спасибо.